Олар сол себепті біздер саляф солихиміз, сол біз пайғамбардың жолын ұстап келе жатқан адамдармыз деп өздеріңіз саляфпыз. Бірақ керісінше өкінішке орай олар саляфит емес, олар ваххабистер. Қарағанды индустриалды университетінде республикалық ақпараттық түсіндіру тобымен кездесу өтті. Студенттермен өткен жиында діни сауаттылық мәселесі көтеріліп, экстремизм мен радикализм көріністеріне қарсы күрес маңыздылығы сөз болды. Жастарға бұл жайттарды мән-жайын дінтанушылар мен халықаралық деңгейдегі сарапшы психологтар баяндады. Семинардың басты мақсаты, енді қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, діннің атын жамылған экстремистік пен террористік топтар өте көп. Сол жастарымызға қандай діни экстремисттердің әрекеттері қандай болатынын және де өздеріне қалай шақыратынының барлығын ара-жігін ажыратып беріп жатырмыз. Тек қана бұл жастар ғана емес, біз бұдан да бөлек мысалға жазасын өтеп жатқан азаматтармен, азаматшалармен де жолығамыз, одан бөлек мұғалімдермен де жолығамыз, одан бөлек ата-аналармен де жолығып осындай кездесулер жасаймыз. Мамандар бір айда 15-ке жуық кездесу өткізіп үлгерген. Жиын тек студенттер арасында ғана емес, сонымен қатар Ақтау кентіндегі Азия цемент орталығы мен қаламыздың мәдениет және спорт қызметкерлерінің арасында да өткізілді. На сегодняшний день это встреча. Бүгінгі таңда бұл кездесулер өте маңызды. Соңғы кездері жастар әлеуметтік желілерде көп отырады. Көбінесе осы жерлерде жасырын терроризм мен экстремизмді насихаттайтын көптеген хабарламалар немесе бейнебаяндар жарияланады. Ал жастар бұл мәселелерде әлі толыққанды сауатты емес. Өйткені оларда діни бағыт туралы білім жетіспейді. Осы жайттардың алдын алу үшін қаланың студент жастарымен осындай кездесулер өткізу туралы шешім қабылданды. Іс-шараға қатысушыларға діни сипаттағы мәселелер туындаған жағдайда қайда кімге жүгінуге болатындығы туралы түсініктемелер берілді. Сарапшылардың айтуынша, мұндай ақпараттық кездесулер теріс діни ағымдардың адам санасына әсер ету қаупін азайтуға мүмкіндік береді. Шұғыла Баймұхан, Тоғжан Сағынбекова, Жахангер Қуанышбаев, Теміртау жаңалықтары.